Сұмдық, масқара, Бұдан өткен сұмдық көрген жоқпыз. Бұдан өткен масқараны көрген жоқпыз. Қазақтарды қорлап, намысын таптап болғаннан кейін, бұл жалмауыз Қытай компартиясы, Қытайдың импершіл пиғылдағылары, жауыздық фашистік ниеттегі Қытайдың жазармандары енді өзіміздің қырғыз бауырларымызға ауыз сала бастапты. Бұл неткен сойқам. Ежелден төсекте басы, төскейде малы қосылған, ағайынды аға бауыр секілді қазақ-қырғыз бір туған дейтін қырғыз бауырларымызға төніп тұрған осындай сұрқия сойқан жоспар туралы біз сіздерге жеткізуге мәжбүр болып отырмыз. Ассалаумағалейкум, құрметті көпшілік. Бұдан ілгергі екі тікелей эфирімізде дауыс шықпай қалды. Бауырларымыздың қоңырау шалып ескерткеннен кейін барып, біз сонда білдік. Ендеше бауырлар, егер естіліп тұрса, естіліп тұрды деп лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Естілсе, естілді деп бұлай бас бармақ басыңыздар. Естілмесе, басқаша бір белгі берерсіздер. Комментарийға жазып жіберіңіздер. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы бізге Қытайдың хаккерлері, Қытайдың арнайы Trojan Horses шабуылын ұйымдастыратындар, Қытайдың IP шабуылын ұйымдастыратындар біздің аккаунтымызға тоқтаусыз шабуыл жасап, бірнеше мәрте аккаунтымызды жауып тастады, бірнеше аккаунтымызды жаптырды. Енді осыған байланысты біз өстіп, IP адрестерімізді өзгертіп, басқа IP-лардан шығып, тіпті кейде VPN мен прокси вебтерді қолдануға мәжбүр болып отырмыз. Жарайды, Қытайдың атышулы соқу сайты қазақ халқының намысына тиетін, қазақтың мемлекеттілігін, егемендігін, тәуелсіздігін мойындамайтын мақала жариялаған. Бүгін сол мақаланың жауабында естідік. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі 14 сәуір күні, яғни 2020 жылдың 14 апрелінде Қазақстандағы Қытайдың толық құқылы және өкілетті елшісі Джан Сяоды шақырып, өзінің наразылығын білдірген. Қытайдағы Қазақстанның толық құқылы және өкілетті елшісі Пекиндегі бас елші Қытайдың Сыртқы істер министрлігіне Қазақстанның дипломатиялық наразылық нотасын табыстаған. Бұл себебі соқу сайты, әлемдегі 7-ші үлкен сайт, Алексе рейтингісі бойынша әлем бойынша 7-ші сайт. Нью-Йорктың Настдақ қор биржасында оның таза табысы 1 миллиард 900 миллион доллар, яғни 2 миллиард доллар таза байлығы бар сайт. Және ол Қытай компартиясының сайты. Бұл осы сайт, міне IT саласындағы ең алдын қатарлы сайт. Қытай иероглифін компьютерге енгізудің екі түрлі тәсілін тапқан сайт. Өздерінің арнайы браузері бар сайт. Бүкіл интернет ойындарын ұйымдастыратын сайт. Және жарнамасы, саяси шолулар, бүкіл толыққанды медиа бұл қазақ халқын қатты қорлаған болатын. Оны сіздерге ең алғаш дабыл қағып жариялағанбыз. Қазақстанды Қытайға қашан қосып аламыз деген мақала бүкіл Қытайдың Сина сайты және WeChat сайттарында жарияланды. Тіпті ең сорақысы Қазақстан Қытайға қосылуды зарыға, шөлдей аңсайды деген мақала. Нәтижесінде Қазақстандағы зиялы қауым өкілдері бұған батыл қарсы тұрды. Әсіресе доктор, ғалым, тарихшы, профессор Тұрсынхан Зәкенұлы өте терең ғылыми сараптамалық мақала жариялады. Ал Қуандық Шамақайұлы, Құлгерім Елемесұлы, Әлімғазы Дәулетханұлы, Тоқтар Жақашұлы, тағы басқа да Әлімжан Әшімұлы сияқты танымал тұлғалар бұл мәселені одан ары көтерді. Нәтижесінде Қазақстандағы әлеуметтік желі қолдаушылардың қатал талап етуіменен, бүкіл медиа баспасөздердің жазуыменен Қазақстан Республикасы осы жазбаға наразылығын білдірді. Бұл тарихи құжат, себебі нотаны тапсыру, ол жайшылықта екі мемлекет бір-біріне жайдан жай тапсыра бермейді. Ал бұл нотаны тапсыру қазақ халқының мақтаныш есебінде өзінің осындай имперлік пиғылға көнбейтіндігін, тәуелсіздігін, отанның тұтастығын қолдайтын мықты халық екендігін белгісі ретінде тарихта қалады. Енді осы сайттармен қатар біздің өзіміздің бір туған бауырымыз,
ешқандай аудармашысыз, ешқандай тәржімасыз бір-бірімізбен түсінісетін қырғыз бауырларымыз, төсекте басымыз қосылған, төскейде малымыз қосылған осы қырғыз бауырларымызға Қытайдың тағы да бір атышулы веб-сайты тиісіп бастаған. Ол веб-сайт Тоутяу деп аталады. Тоутяу деген сөз бас мақала деген сөз. Бұл сайт өздерінің саяси сараптамалары, тарихи шығармаларыменен Қытайда соңғы кезде танымал болған сайт. Және бұл Қытайдағы алдыңғы ондыққа ілінетін ең танымал сайт деуге болады. Бұл сайттардың барлығының артында Қытай компартиясы тұратындығын айта кетейік. Ендеше бұл сайт қырғыз бауырларымыздың Қырғызстан мемлекетінің тәуелсіздігіне, егемендігіне қалай нұқсан келтіретін, қырғыз бауырларымыздың, қырғыз туыстарымыздың намысын аяққа таптайтын мақаланы қалай жариялап отыр. Бұл егер сандалбай сайттардың біреуі болса, біз оны елемей қалтыратын едік. Себебі әрқандай жерде жаман ұлт жоқ, жаман адам бар деген принциппенен бұндай сандалбайлар қай жерде де талшайнап жүре береді деп айтар едік. Бірақ Тоутяу деген сайт соқу сайтынан артық болмаса кем емес. Қытайдағы ең жоғарғы, ең танымал, ең популярны, ең сезімтал саяси тақырыптарды қозғайтын сайт. Білесіздер, Тоутяу сайты осыдан 4 жыл бұрын Қазақстан Қытайдың жері еді дейтін видеоны жариялайды. Сол видеоны мен бір журналист қарындасымызға аударып берем телефонда. Артынан бұл монтаждалып, менің шала аудармамменен сол видео бүкіл Қазақстан халқының наразылығын тудырған. Ол шамамен 2016 әлде 17 жыл еді. Енді осы атышулы Тоутяу сайты қырғыз бауырларымыздың тәуелсіздігін қорлайтын, көз күлмейтін, аяққа таптайтын, намысына тиетін сұмдық мақаланы жариялап отыр. Бұл бейне осыдан бұрын Қытай медиасының қазақтарға тиіскені қорлағанымен бірдей. Ендеше мақаланы біз баспасыз бір сөйлемін аударып отырып сіздерге жеткізгіміз келеді. Мақаланың Қытай тіліндегі нұсқасын алдымен оқимыз, артынан оның әрбір сөйлемін тәптіштеп аударамыз, ең соңынан анализ жеткіземіз. Бұл сайттың аты Тоутяу деп аталады. Сайттың толық веб-сайттың жаңағы адресін жазайық. toutiaocdn.com. Қытайша Тоутяу деп аталады. Яғни бас мақала. Жинжі Тоутяу мақаланың тіке Қытай тіліндегі тақырыбы авторы Юңхы Шума. Яғни аудармасын айтайық, Қырғызстан тәуелсіздік алғаннан кейін не үшін отанның құшағына қайтадан оралған жоқ дейді. Авторы Юңхы Шума. Бұл осыдан 3 күн бұрын жарияланған мақала. Ендеше бұл мақаланың сіздерге міне тікелей телефонымыздан көрсетіп отырмыз. Ендеше мақаланы бір сөйлемнен аударамыз. Бұл бір сөйлемнен аударудың пайдасы біздің осы аудармамызды журналистер пайдаланды. Олар біздің видеомызды бір сөйлемнен тоқтатып отырып, әрбір аудармамызды жазып, медиаларда, веб-сайттарда көтерді. Бізге қоңырау шалып алғыс айтқандар да бар. Ендеше бүгінгі күннің емес, ертеңгі ұрпақтың алдында жүзіміз жарық болсын десек, біз түбі бір түркі халық, кешегі өзіміздің бауырымыз, жолдасымыз, қырғыз бауырларымыздың да намысына біз ортақ намыстануымыз тиіспіз. Қиындықта да, жақсылықта да, ауыр күндерде де, жақсы күндерде де бірге болуға тиіспіз. Түбі бір түркі түгел бол дейтін ұранды біз ұстанбасақ кім ұстанады. Ендеше осы мақаланы аударайық. Сабырмен күтіңіздер, себебі қытайшасы құлақтарыңызға жағымсыз естілуі мүмкін. Онсыз да біз тұтас Орта Азияның халқы Қытайдың экспансиясына әбден зығырданымыз қайнап отыр. Қытайдың онсыз да сүйкімсіз тілі біздің құлағымызға тіпті де түрпідей тиюі мүмкін. Ендеше сабырмен тыңдаңыздар, әрбір сөйлемді дәлелді болсын деп әрбір сөйлемін оқып, аударып сіздерге жеткіземіз. Бастадық. 永和书嘛，3天前39评论，中国古代一直强调思想，思念故国的感情，尤其是对于人来说，有故乡和祖国的归属，那才是最为重要的。Қытай ежелгі замандардан бері отанға деген сағынышты, туған жерге деген сағынышты баса дәріптейді. Сағыныш дегеніміз әсіресе өзінің тарихи отанына деген сағыныш, ол бір адам үшін алып айтқанда туған жеріне және отанына деген қайта оралу, құшағына келуді білдіреді. Ол ең маңыздысы да сонда. 而放在国际层面更是如此，对于国家或者地区来说，故国
或者祖国，那都是无法割舍的，那是时时刻刻都需要关怀和思念的。аударайық. Халықаралық деңгейге көтеріп айтсақ, бұл тіптен солай болады. Өзінің отанына немесе жасаған аймағына, регионына қарата айтқанда, тарихи отаны немесе туған отаны ол мүлде бөліп алуға болмайтын, әрбір минут, секунд сайын сағынып еске алуға тиісті ұғым. Ол 这也是世界那么多地区和国家在分离祖国之后却依旧回到祖国的原因了。Бұл міне жер бетіндегі қаншама региондар мен мемлекеттер өзінің отанынан бөлініп қалғаннан кейін ең соңында бәрібір сол отанның құшағына қайтадан оралатынның себебі сол. 这是最基本的国际道理了。бұл ең негізгі халықаралық аруждан. 但是这个也有例外. әрине бұдан да тысқары болатыны бар. 最典型苏联解体后，吉尔吉斯斯坦独立后，为何却没有回到祖国呢？原因主要是3点。 әрине бұдан да тысқарысы бар. Ең типтік мысалы, Совет одағы ыдырағаннан кейін, Қырғызстан тәуелсіздік алғаннан кейін, олар неге отанымыздың құшағына қайтадан оралмады? 3 түрлі өте маңызды себебі бар дейді. Ары қарай мынандай бір фотоны көрсеткен. Фотосы енді аударайық. 吉尔吉斯斯坦是中亚地区最小的国家了，国土面积19万多平方公里，人口只有600多万人，是典型的小国。 Қырғызстан Орта Азиядағы ең кішкентай мемлекет деуге болады. Мемлекет территориясы 190 мың шаршы километр, жан саны небәрі 6 миллионнан сәл көп. Ең типтік кішкентай ел деуге болады. 其主体民族是吉尔吉斯族人，此外还有乌兹别克族、俄罗斯族等80多个民族. Олардың негізгі ұлты қырғыздар, бұдан тыс өзбектер, орыстар қатарлы 80 неше ұлттар мен этностар жасайды. 从历史来看，古代几千年，从汉代开始，吉尔吉斯斯坦就是中华领土，在汉武帝的时期纳入统治范围。 ең сұмдық жер осы. Мен қайталап аударам. Тыңдаңыздар. Тарихқа қайтадан зер салатын болсақ, өткенгі бірнеше мың жылдар бойында, әсіресе хан династиясы кезінен бастап, Қырғызстан, Қытайдың территориясы, хан Уди Қытайдың патшасы, хан Уди империясы кезінде Қытайдың басқару көлеміне енгізілген дейді. Міне көрдіңіз ба? Мен қайталап қытайшасын оқимын. 从历史来看，古代几千年，从汉代开始，吉尔吉斯斯坦就是中华领土，在汉武帝时期纳入统治范围。 Тарихқа назар салатын болсақ, хан династиясынан бастап Қырғызстан Қытайдың территориясы, хан Уди патшаның заманында Қытайдың басқаруына енгізілген деп айтады. 到唐朝时期并入安西都护府，一直到元朝。 Таң династиясы кезінде Анши Духу мекемесінің басқаруына берілді, тіпті Юан династиясына дейін жалғасты. Чин Чаушычи душы Жоңго ліңту. Чин династиясы кезінде де ол Қытайдың территориясы еді. Гін Жоңхуа минзу жаурыңлы 几千年时间了. Қытай ұлтыменен бірнеше мың жылдан бері сіңісіп, араласып қоныстанды дейді. Жаурың деген өзара сіңісу, бірінің ішіне бірі кіріп кету. Енді ары қарай Қырғызстанның картасын берген мынарада. Қырғызстанның картасын берген. Бауырлар, егер естіп отырсаңыздар, дауыс естіліп тұрма, бір лайк басып жіберіңіздер. Бір лайк басып жіберіңіздер. Жаңағы 2 ретке эфирімде дауыс жоқ деді. Естіп тұрсыздар ма?
Жарайды, жақсы көрдім. Ендеше бөлісіңіздер, қырғыз бауырларымыздың Фейсбугына кіріңіздер, қырғыз бауырларымыздың группаларына бөлісіңіздер. Қазақ қырғыз бір туғандығына түбі бір түркілердің Фейсбук топтары бар, іздеп тауыңыздар. Қырғыз бауырларымыздың Фейсбуктарын табыңыздар, жіберіңіздер. Орыс тілді қырғыз бауырларымызға орысша аударып, мына эфирді көр деп сілтемесін жіберіңіздер. Комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Ары қарай аудара береміз. 而直到清朝末年，沙俄不但入侵中亚，并且在1864年强迫清政府签订了中俄勘分西北边界，强行割让44万平方公里，此后又割足西北领土7万多平方公里，整体属于51万平方公里土地。Ал Чин династиясының соңына таман келгенде Шар Россия үздіксіз Орта Азияға шабуыл жасап кіріп, 1864 жылы Чин династиясын мәжбүрлі түрде Қытай, Ресей империясының батыс терістікті бөлу келісіміне қол қойғызды. Және мәжбүрлі түрде 440 мың квадрат километр жерді Қытайдан кесіп алды. Одан ары қарай Қытайдың батыс терістігіндегі 70 мың квадрат километр жерді тағы да кесіп алды. Жалпы қосқанда 510 мың квадрат километр жерді кесіп алды. 而其中整个吉尔吉斯坦就在其中，所以吉尔吉斯坦跟蒙古国一样，那是自古就是中国领土。Әрине бұның ішінде Қырғызстанда бірге кетті. Бейне Қырғызстан, бейне Монғолия сияқты ежелдің ежелінен ықылым заманнан бері Қытайдың территориясы болатын дейді. Ары қарай мынандай тағы бір сойқан картасын береді, сөйтіп онысын жаңағы дәлелдеп отыр. Қытайдың картасы деп. Мына жерде мен сіздерге көрсетіп жіберейін, міне. Көрініп тұр ма? Көрінбеді ғой деймін. Жарайды. Оны қазір мен астына сілтемесін лақтырам. 而被割让后，此后吉尔吉斯坦相互被沙俄和苏联控制，相互建立自治州和苏维埃自治共和国，一直到1991年才独立建国。Kesip bölüp algandan keyin, Kırgızstan ilgerinde кейінді болып, Шар Россия және Совет одағы жағынан контролданды, және ilgerinde кейінді болып автономиялы облыс және советтік автономиялы республика құрылды. 1991 жылы Қырғызстан тәуелсіз болып мемлекет құрды. Ар Джиажистан дули жоху гожа ижі хэн чун күн ляудо, 但是为了其独立后为何一直不回归祖国呢？原因主要是3点。 Қырғызстан дербестік алғаннан кейін мемлекеті тақыр таза кедей болды дейді. Бұл жерде чүнкүн ляудау деген сіңір шыққан кедей деген сөз. Кедейліктің ең шегіне жеткен деген сөз. Үрерге иті жоқ, сығарға биті жоқ деп айтушы еді ғой. Тура соны чүнкүн ляудау дейді. Жамба қалмай қалған деген сөз. Мыналардың қорлығын қараңдаршы, бүйтеді. Қырғызстан тәуелсіздік алғаннан кейін мемлекет дейді. Ижі дейді, әліге дейін, бастан ақыр дейді, сіңірі шыққан кедей болды дейді. Ол дербестік алғаннан кейін, ендеше не үшін отанымыздың құшағына қайтадан оралмайды? Бұның 3 түрлі себебі бар дейді. 3 түрлі себебі бар дейді. Ары қарай міне қырғыз бауырларымыздың туын көрсетеді, көріп тұрсыздар. Енді ары қарай тағы аударайық. Біріншісі, минзуды би тұңға дейді. Ұлттың ассимиляциялануы дейді. 吉尔吉斯族人虽然那是蒙古人的徽，而且我国境内也有吉尔吉斯族人，但是因为长期受到俄罗斯的控制，吉尔吉斯斯坦的吉尔吉斯其实已经被俄罗斯化被同化了。 Қырғызстан мұңғылдардың кейінгі ұрпақтары, әулеттері. Әрине біздің отанымыздың ішінде де қырғыз ұлты бар, бірақ ұзақ уақыт орыстардың контролдауында болғандықтан Қырғызстанда қырғыздар орыстанып кетті, және орыстар жағынан ассимиляцияға ұшырады. 而且整个古代历史、近代历史的联系也被割断了，所以吉尔吉斯斯坦对于祖国的认同那是非常低的了。 Ұзақ уақыттық тарихтан қарағанда, тіпті осы жақын замандағы тарихи байланыстардың үзіліп қалуына байланысты Қырғызстанның отанымызға деген мойындауы өте төмен болды дейді. Жынтың деген сөз
Жынтың деген сөз мойындау, өзім деп қарау. Мысалы, Америкада бір қазақ болса, біз оны қазақ деп мойындаймыз, түріміз ұқсас. Біз соны жынтың, оның қазақтығын мойындау, өзімізге балау. Мына жерде жынтың деген сөз соны айтып отыр. Жын деген мойындау, тану, солай деп қарау, тұң деген бір деген сөз. Яғни бірдей ұқсас деген сөз. Яғни Қырғызстанда дейді, отанымызға деген жаңағы мойындауы дейді. Көрдіңіз ба? Біз Қытайдың жеріміз деп мойындауы өте төмен болды. Жиден фейчан жуңяу, еші гуанжаниден. Бұл дейді өте маңызды дейді, және ең шешуші түйіні дейді. Арғарай тағы бір фотоны береді, міне, арғарай тағы аударайық. Диар, ол осыды үйайын. Екінші, орыстың себебі. Ол осы жиндай ойлы күңжі жуңя жығы жан лүй яуды, нашы бұданды шаң жуңя имен ойцы Джиарджистанда ол осырын дода чи сұрау белгі арче ол осы дүй жуңя нашы фей чаң қан жуң жаңчи қан зо жан лүй яуды. Орыс Орта Азия сынды осындай стратегиялық маңызы бар жерді контролдау үшін Орта Азияға үздіксіз иммиграция жасады. Нәтижесінде Қырғызстандағы орыстардың саны 7, сосын сұрау белгі қойып қойған. 7% ба, 70 мың ба жазбаған 7 сұрау белгі. Бұл енді емлелік қателік болуы мүмкін. Ар орыстар Орта Азияны өте маңызды деп білді, және бұндай жаңағы стратегиялық маңызды орын деп білді. Зай сулен жеті ихо, хайшы дүйчі жа чаңлы күңжі, жыжен ару дулен тетеші, бұранчы ю цзжу қожы қойгөй зугоды жиғой. Совет одағы ыдырағаннан кейін орыстардың Қырғызды контролдау тіпті күшейді, тікеден тіке оны тәуелсіз мемлекеттер достастығына енгізді. Олардың өзін-өзі шешім қабылдауына, немесе тәуелсіз болуына, немесе отанның құшағына оралуына орай бермеді. Жиден ашы фей чаңгуанженді бұл ең маңызды түйін. Арчеші осы зай Джиарджистан шынжы дую жужен аргың жараң Джиарджистанды қойгөй мею шиваң. Оның үстіне Ресейдің Қырғызстанда әскери базасы бар. Және бұл Қырғызстанның отанға оралуының үмітін жойды дейді. Естіп тұрсыздар ма? Естіп тұрсаңыздар бір лайк басып жіберіңіздер. Тағы да дауыс шықпай қалып жүрмес. Міне ары қарай міне Путин менен Атамбаевтың бір суретін көрсетіпті. Ары қарай тағы аударайық. Дисан, үшіншісі, Лиң Даурынды үйайын басшы адамның себебі. Зай сулен жетиді көчіңжің шуғы сулен 国你相当于省长的领导人独立后瞬间成为总统，国家领导人国父可以说荣耀那是完全不能比的。 Совет одағы ыдырағаннан кейін 15 Совет одағының ішіндегі одақтас республиканың басшылары мемлекеттің ішіндегі бір өлкенің басшысындай ғана еді. Тәуелсіздік алғаннан кейін олар бірден президент, елбасы, мемлекеттің атасы болды. Әрине бұның атағы, абыройы салыстыруға келмейтін еді. 这也是苏联解体那些地方都是歹徒独立的原因了，这也是最基本的人性。Әрине Совет одағының ыдырауы осы жердегілердің бастамашы болуының себебінен болды. Әрине бұл 这也是最基本的人性. Бұл да адамдардың жаңағы реншин деген пенделік, адамилық дейді де. Адамдардың сол президент болуға асығуы, аңсауы дейді. Себебі Совет одағы кезіндегі бұрынғы одақтас елдердің басшылары дейді, тек бір өлке бастығы, провинцияның бастығы сияқты еді. Енді елбасы атанып, мемлекеттің атасы атанып, президент атанды дейді. Үшінші себепті айтып отыр ғой, жеке тұлғалардың сім. 对于当时吉尔吉斯坦的领导人来说，成为总统那是比做省长要荣耀多了。 Сол кездегі Қырғызстанның басшысы үшін алып айтқанда, президент болу әрине бір өлкенің бастығы болғаннан көрі әлдеқайда абыройлы болды. Наиденші фей шаңжы жеді. Бұл дейді өте тікелей себеп еді. Ары қарай міне Қырғызстанның ең алғашқы президенті Асқар Ақаевтың фотосын қойған. Сой 这些人的努力之下，吉尔吉斯坦独立不可能回归祖国的，自己成为国父那才是最直接的。 сондықтан осы адамдардың қарекеттенуінің нәтижесінде Қырғызстан тәуелсіздік алғаннан кейін отанымыздың құшағына орала алған жоқ. Және өз бетімен өздері мемлекеттің атасы болуы тікеден тіке фактор болды. Даншы Джиарджисы танзай огошы нашы фузуды. Бірақ Қырғызстан біздің отанымыздың құшағында кезде олар өте бай еді. Ардули жұху фажан фейчан хуанма. Ал тәуелсіздік алғаннан кейін олардың дамуы өте баяу. Дау сензай душы шыже цуй чоң күнді қожа. Қазір олардың
тәуелсіздік алғаннан олардың дамуы өте баяу. Қазірге дейін олар дүниедегі ең кедей сіңірі шыққан елдердің қатарында. Ренжін GDP сай ичендо миллион. Жан басына шаққандағы табыстары GDP небәрі $1000 аржақ бер жағы. Кайшошы фей чаң чүң күн ляудалы. Тіпті оларды үрерге иті, сығарға биті жоқ, сіңір шыққан қу кедей деп атауға болады деп мақала аяқталған. Міне тұтас мақаланы сіздерге тағы бір мәрте көрсетіп жіберейік. Көріп тұрсыздар ма мынау? Мынау өте жарық болып, мынау жарықты өшіріп барып көрсетейінші. Мынаның жарығын өшірем ба? Көріп тұрсыздар ма? Мен онда мына сіздерге осыны сіздерге қазір бір жігіттерге лақтырып бере салайын. Ол жігіттер тікеден тіке сіздерге осыны сілтемесін осы WhatsApp-қа комментариймен лақтырсын. Мен қазір сіздерге біраз жігіттерге лақтырып берейін. Міне лақтырып бердім біраз жігіттерге. Мына осы сілтемені салып жіберіңіздер топтарға. Көрдіңіздер ма? Қазір көрдіңіздер ма? Сілтемені лақтырсын. Мен Бәбісәлем аға онлайн отыр екен, көріп қалдым. Алла разы болғыр Бәбісәлем аға. Міне сізге де лақтырып жіберейін. Бәбісәлем ағаға лақтырып жіберейін. Айыпқа бермаңыздар. Міне кетті, мына телефонда тозды әбден. Көріп тұрсыздар ма міне? Бәрлеріңізге лақтырдық. Міне өстіп бұл мақаланы сіздерге аударып жібердік. Ал енді бұны не айтамыз? Бұл Тутяу деген сайт. Тутяу деген сайт бұл Қытайдағы өте мықты сайттардың біреусі. Оны анау-мынау деген жаңағы келмейді. Ойбай, ақ екен, көк екен, бұл сайт деген сандалбай сайт екен деуге келмейді. Ол Қытайдың кәдімгідей үлкен мемлекеттік медиасы. Мүмкін бір Қытайдың Чаңчунпаң дейме бір Қытайдың атына тіркеп қойған шығар, бірақ ол үлкен мемлекеттік медиа. Мен ендеше сіздерге қазір мен тағы бір нәрсені айтып жіберем, 1 минут сабыр ете тұрыңыздар. Мен осы өткенде Соқу сайтын қазақтарды қорлайтын жазбасынан кейін ел жұрттың бәрі айтты, ой, ондай сандалбай сайт көп, бізде де өйтіп оттап жаза береді, елемеңдер ақ көк дейтін әулие әмбие көбейіп кетті. Сол кезде мен Соқу туралы ақпарат бердім. 2 миллиард доллары бар Қытай сайты қазақты қорлады дедім. Соқудың бүкіл ақпаратын бердім. Нью-Йорк қор биржасындағы ақшасы 1 миллиард 900 миллион доллар екен. Алекс-те бүкіл әлем бойынша 7-ші үлкен сайт екендігін бәрін беріп тастадым. Ендеше сіздер осы ақпараттардан кейін міне бүкіл Қазақстан көтерілді кәдімгідей. Міне, сондықтан бұл жерде біз кейбір Қытайдың осындай ірі сайттарының жазбасы ол жайдан жай жазба емес. Ол деген анау-мына ойнайтын сайт емес. Мен сіздерге міне қазір осы Қытайдың өзінің пойсігінен іздеушінен осы Тутяу сайты туралы сіздерге біраз ақпараттарды қазір-ақ оқып аударып бере салайын. 1 минут сабыр ете тұрыңыздар. Мен жылдамдығым өте баяу. Бұл енді Тутяу сайты туралы ашылып келе жатыр. Соқу сайты қазақты бірінші рет қорлаған жоқ, оны да айттық. Олар ең алғаш Сина сайты бар, Соқу сайты бар. Не деді? Жаңағы қазақтар ақ көңіл үйіне қонған Қытайға дейді, үйіне қонған қонаққа қызын құшағына салып береді, қызы болмаса қатынын салып береді деді. Сосын оған 2011 жылдар біз қарсы болдық. Бүкіл медиада шулаттық, телеарнада көрсеттік. Мемлекет үнсіз қалды, елемей қойды, сыртқы істер елемей қойды. Ең соңында Пекинге бардық.
Оны жазған жазушы ана мынау жазушы емес, бүкіл Қытай жазушылар одағының мүшесі, Қытай социализм институтының орынбасар ректоры, проректоры. Ол Қытай социализм институты деген анау Қытайдағы ең жоғарғы лауазымды тұлғаларды, халық құрылтайының өкілдерін, министрлерді оқытатын жаңағы институт. Қытай социализм институты деген, социализм институты. Соның проректоры. Ол ұзақ уақыт Шыңжаңда жаңағы қазақтар, қырғыздар, ұйғырлар жасайтын жерде лауазымды тұлға болған, бүкіл олардың дәстүрін білетін оңбаған Қытай. Ху Хун Бау деген, Ху Хун Бау. Соны ең соңында жазасы қалдырды. Сотқа берсек арыз қабылдамай қойды. Сол ең соңында жаңағы Сина сайты, Соху сайты, Уаңи сайты, 3 сайт оның блогын блоктап тастап, сонымен ол бір өзі бейресми кешірім сұрап, мәлімдеме таратып, жаңағы блогында болды, сосын ары қарай жоқ болды. Енді ары қарай бұлардың қазаққа деген қорлығы екінші рет болды. Бүкіл әлемді, бүкіл адамзатты қынадай қырып жатқан коронавирусты не деді? Соху сайты, Сина сайты не деп жазды? Америка мен Қазақстан бірдескен Алматы мен Жамбылдағы лаборатория зерттеп жасады деді. Ал Қытайлар Америкаға жала жапқанда, ойбай, Американың әскерлері коронавирусты Уханға алып келді дегенде, бүкіл Америка қарсы тұрды. Дональд Трампқа дейін қарсы тұрды. Ал біз үндемей қойдық. Міне, коронавирус Қазақстанда жасалды дегенде біз үндемей қойдық. Тымпиып, естімеген құсап, көзіміз көрмейді, құлағымыз естімейді деп тымпиып жатып алдық міне. Ал біз енді мынандай қорлықты көрсетіп жатырмын. Ал енді міне Тутяу дегенді айтайын. Бұл Jinri Tutiao 是北京字节跳动科技有限公司开发的一款基于数据挖掘的推动引擎产品，使用为推荐信息社工连接人与信息的服务产品的张一鸣于2012年3月创建。Jinri Tutiao деген бұл сайт Бейжің Пекин қаласының字节跳动科技жарына шектеулі серіктестігі тарапынан құрылған информациялық қазуды негіз ететін іздеу жаңағы бүкіл ақпараттарды адамдарға лақтырып отыратын дейді, сондай сайт дейді. Бұл адамдарға ақпараттарды ұсынады дейді, яғни бүкіл ең үздік ақпараттарды іздеп дейді. Және бұл адамдарменен жаңағы продуктының, өнімнің тіке байланысын тудырады. Жаңи Мин деген Қытай 2012 жылдың наурызында құрыпты, 2012 жылдың тамызында бірінші реткі версиясын жариялады. 2016 жылдың 20 сентябрінде Тутяу сайты 1 миллиард юан қаржы салып, өздерінің қысқа видеоларын жасай бастады дейді. Көріңіздер, 1 миллиард юан. 1 миллиард юан деген сөз, сіз 1 юан 50 теңге, 55 теңге қазір. Көбейтіңіз ары қарай. 50 миллиард теңге дей берші, міне. Салып өздерінің қысқа видеоларын жасай бастады дейді. Худули Люанхуа UGC Дуаншипин Пинтай Хошан Шаушипин дейді. Ары қарай дейді, бұл ары қарай UGC қысқа фильмдердің жаңа платформасын жасады дейді. 2017 жылдың януарында бүгінгі Jinri Tutiao, бүгінгі Тутяу Қытайдың жаңағы 8 бірден бір мойындалған музыка жаңағы продюсерлік жаңағы орталық несі болды. 2017 жылдың 2 ақпанда Чуэнзі Шугу Мейго Дуаншипин Юнюң Фли Паграм дейді. Американың дейді, тұтасымен қысқа видеолары жасайтын Флипаграмды бірақ сатып алды дейді. Флипаграм енді Америкада бұдан ілгері осы видео, монтаж, клип бірдеңеде қарасаң бір Флипаграм деген тұрады ғой. Сол Флипаграмды Тутяу сатып апты Американың 2017 жылы 2 ақпанда. Демек, бұл ойнайтын сайт емес. 2018 жылдың 29 сентябрінде дейді. жылдың 29 қыркүйегінде интернеттен көшіріп басу немесе интернеттегі жаңағы патент, баспа құқы деген мәселенің көтерілуіне байланысты Қытай мемлекеттік баспа құқын басқару мекемесі Пекинде Jinri Tutiauмен, яғни Tutiau сайтымен келіссөз жүргізіп, олардың осы баспа құқы танымын көтеріп, және осы видеолардың, шығармалардың баспа құқы мәселесінде негізгі жауапкершілікті көтеруін жазды Ақкөк дейді. Енді қараңыз, бұл Android'та бар, iOS-де бар, жаңағы
бұл Тутяу дегеніміз былайша айтқан кезде міне Американың жаңағы флиппограммына дейін сатып алған Қытайдағы атақты не өздерінің тек қысқа видеоларын жасау үшін көрдіңіз ба 1 миллиард юан қаржы салған. Яғни бұл өте қомақты, қоңды, мықты жаңағы не деген сөз. Ары қарай тағы біраз нәрсені аударайын. Э, 2012 жылдың наурызында құрылған дейді. 2012 жылдың тамызында бірінші версиясын жариялаған, 20 қыркүйекте 1 миллиард юан етіп қысқа видеолар жасауға кіріскен. 2017 жылдың януарында өзінің жаңағы ең алғашқы бірінші музыкалны шығармасын жариялады. Американың флиппограммын 2017-нің 2 ақпанда сатып алды. 2017-нің тамызында тұтасыменен 100 миллион доллардан артық ақша жұмсап, жаңағы TikTok'ты шығарды дейді. Дуйын деген осы Тутяу деген мен қазір көріп отыр. Менің өзім мінекей мына бүкіл ел жаңа дуйын, TikTok деп жүр ғой анау бір. Мына қазір Қазақстанда да TikTok деген бір жаңағы желіні қолданатындар көбейді. Мен сіздерге ескертейін. TikTok таптаза шпиондық деп мен бұдан бұрынғы лекцияларымда айтқам. Сол дуйын осынікі екен. Міне 2017 жылдың тамызында дейді. Джинжи Тутяу 表示会投入上亿美金推动дуйын чухай дейді. Сөйтіп 100 миллион доллардан артық ақша шығарып, дуйынды жаңағы шетелге шығаруға разы екендігін айтты дейді. 2017 жылдың 8 қарашасында әлемдегі ең ірі сатып алуды іске асырып, жаңағы 10美金估值属于音乐短视频平台 Musical LY дейді. Міне 2017 жылдың 8 қарашасында дейді, дүниедегі ең үлкен сатып алуды іске асырды дейді. 1 миллиард долларға дейді, жаңағы қысқа видеолардың платформасы Musical LY-ды сатып алды дейді. Көрдіңіз ба? 1 миллиард долларға қысқа видеолардың платформасы Musical LY-ды сатып алды. 2017年10月10日，今日头条10亿美元股北美音乐短视频社交平台将与抖音合并。2017 жылдың 10 қарашасында Джинжи Тутяу, яғни Тутяу сайты 1 миллиард долларға дейді, солтүстік Америка музыка қысқа видео платформасын сатып алып, оны TikTok пен дуйынмен біріктірді дейді. 1 миллиард долларға. 2018年1月27日，今日头条公司正式对外宣布，正式与 BuzzFeed 达成内容授权协议。BuzzFeed өткенде ғана бізге журналист жіберген Америкадағы үлкен медиа. Мен қазір көріп отырмын міне. Құдай қашын міне. 2018 жылдың 27 януарында Джинжи Тутяу компаниясы сыртқа жариялады дейді. Олар ресми түрде BuzzFeed пенен келісімге келіп, өзара жаңағы құқықтық жаңағы сенімділік келісіміне келді. Келісімге келгеннен кейін Джинжи Тутяу өзінің аккаунттарына жаңағы тіркелушілеріне BuzzFeed'тің мазмұндарын жариялай бастады дейді. Және оның видеоларын жариялай бастады. 2018 жылдың 18 ақпанында Джинжи Тутяу Fasio-дің сатып алды дейді. Ал ол жерде сатып алған кезде олардың жаңағы сатып алу құны 300 миллион доллар болды дейді. Fasio, F-A-C-E-U. Fasio, F-A-C-E-U. 2018 жылдың 7 майында Джинжи Тутяу арнайы мамандар тобын жасақтады, сөйтіп ғалымдарды, медиа қызметкерлерін және үкіметтік қызметкерлерді қатыстырып, және осы платформаның мазмұны менен сервисіне бақылау жүргізетін болды дейді. Бұл тубастағы жаңағы өте төмен деңгейдегі видеоларға қарсы тұруден бастап, бүкіл жаңағы ары қарай дәрежесін көтерді. 2018 жылдың 3 шілдесінен бастап Джинжи Тутяу өздерінің ақылы көрілім функцияларын іске қосты дейді. Яғни бір нәрсені көру үшін ақша төлейтін. 2018 жылдың шілдесінен бастап
Жиырма Тутяу өздерінің жаңағы өзін өзі тексеру немесе қолданушылардың жаңағы арыздану деген форматпенен 2475 жаңағы заңсыз аккаунттарды блоктады дейді. Ары қарай сақтандыру компанияларының оны сатып алған. Бұлар жаңағы міне бүйтеді. Бұл жерде мен сіздерге бір IT-ға қатысты аударманы аударайын. 几个新华推荐引擎技术根据每个用户的兴趣、位置等多个维度进行个性化推荐。推荐内容不仅包括下一上的新闻，还包括音乐、电影、游戏、购物等资讯дейді. Бұл жерде мына жерде тағы бір engine, мен соның орысшасын білмеймін, engine деген engine адамдардың дейді жекелік жаңағы мысалы мен тарих көргім келеді, халықаралық ақпараттарды көргім келеді, саяси ақпараттарды көргім келеді, ең соңғы ғылыми жаңалықтарды көргім келеді. Енді осыныма қарап, олар маған керекті деген ақпараттарды лақтырып отырады. Енді біреу дәрігер, ол оған ең жаңа дәрілер, медициналық жаңалықтарды көргісі, оған сол тек медицина қатысын лақтырып отыр. Ал сіз кәдімгі әртіс, пәртіс, ана жынды көшек, ана жарты жаңағы әнші, ойбай, анаған типінаған, о сізге кілең сол сияқтыларды лақтырады. Бұны арнайы engine дейді. Осыны кәдімгі жасанды интеллект сізге осыларды жіберіп отыр. Осы дейді, жай ғана бұл жерде тек ақпараттарды, тармағынадағы жазу күйіндегі ақпараттарды жіберіп емес дейді. Енді бұда дейді музыка, кино, жаңағы интернет ойыны, тағы жаңағы шоппингді де жіберетін болды. Мен сіздерге бір нәрсе айтайын. Кәдімгі жазу, Wordпен жазу, сайттағы жазу, бұны жасанды интеллект, ең жасанды интеллект, жасанды ми, жасанды кәдімгі ми, оны ең бірінші тез шеше алады. Бұл осы компьютер дамудағы ең тез шешілген мәселенің біреусі. Яғни сіздің электрондық поштаңызға келген хаттың мазмұнына қарап, сіздің электрондық поштаңыздың жарнамасында соған қатысты жарнамалар келіп тұрады. Мысалы, сіз аграрлық саламен айналыссаңыз, сол туралы өзіңіздің бизнес партнеріңізбен сол туралы хат-хабар алсаңыз, сізге сондай келеді. Сіз мұнай саласында болсаңыз, мұнай туралы ақпараттар сізге келіп тұрады. Телефоныңызда да солай. Міне бұл кәдімгі осы Yahoo, Google-дердің дамытуынан кейін шыққан дүние. Қазір Тутяу міне сіздің көретін видеоңызға дейін қызығуыңызға қарап сізге жіберіп отырады дейді. Енді бұл кәдімгі IT саласын түсінетіндер оны бірден біледі. Яғни Тутяу деген сайт анау мынау сайт емес. Жаңағы қанша миллиард долларлар туралы міне мен өзім бірінші рет көріп отырмын, мысалы, аударып отырмын. Ел жұрт ертең мысалы басқада қырғыз бауырларымыздың ішінде де қытайшыл қырғыздар бар деп ойламаймын, бірақ Қазақстанда қытайшылдар өте көп. Өзі қазақ, ұлты қазақ, беті қазақ, басы қазақ болғанмен, жүрегі Қытай десе дүрсілдеп тұратын, бүйрегі Қытайға бүлкілдеп бұрып тұратын қытайшылдар өте көп болды. Қытайлар біздің жүрегімізге, қолқамызға кіріп алды, мұнайымызды алды, газымызды алды, алтынымызды, уранымызды, мысымызды алды. Енді жолымызды салып жатыр. Мына жеп отырған картоптың, помидорыңа дейін, бұрышыңа дейін Қытайдан келеді. Білмеймін енді. Тіпті осы өлгенде өлігімізді орайтын кебінімізге дейін Қытайдан келетін болып тұр. Біз міне бір байпақ немесе бір дамбал өндіре алмайтын сорлы елге айналып отырмыз. Сондықтан бізде қытайшылдар көп болып отыр. Сол қытайшылдардың көптігіне міне Либайды қазақ екен деп ойбай деп, енді Либайдың Қазақстанда 400 мың ұрпағы бар, территориясымен бізге қосылғалы жатыр деп Қытай дабыл қағып отыр. Анау Евразия университетіндегі Дүкен Мәсімхан деген Қытай танушы, аталмыш жаңағы сөздікті құрастырушы, міне ана жақтан алып былай құрастырушы. Сол кісінің өзі міне Қытай тарихында болмаған өтірік екені баяғыдан әшкерленіп, қолдан жасалған мәдени мұра, қолдан жасалған антикөре жәдігер, қабірдің астынан шыққан қағазға осы заманның сиясыменен жазған өтірік жаңа Кехменер деген ақынды қазақ қылып, оны Жәркеннің Кетпен тауынан шығарып, оны қазақ ақындарының 2000 жылдық энциклопедиясына енгізіп жіберіп отыр. Бұның барлығы айналып келгенде ертең біздің тәуелсіздігімізге, отанымызға сұмдық жаңағы қастандық. Мен қырғыз бауырларым жақсы көрем. Қазақ қырғыз бір туған. Атажұрт еріктілер, нағыз атажұрт еріктілер 2018 жылдың қазан айынан бастап осы қырғыз бауырларымыздың мәселесін көтердік. Әсіресе Қытайда Қызылсу қырғыз автономиялы облысы деген бар, Ұлықчат ауданы бар,
Ақтау, жаңағы Ақтау қаласы бар, Ақши ауданы бар, онда атақты Жүсіп Мамай Манасшымен біз тірісінде барып қолын алып қайтқанбыз, үйінде қонақта болғанбыз. Жүсіп Мамай қазақтың атақты Жеті Қаған деген кітабын қазақтарға қайтарып берген кісі. Болмаса қазақтар баяғыда ұмытып кеткен, сол Жеті Қағанды жаттап алып, аузынан жатқа айтып отырып, соны жаңағы дыбыс таспасына, магнитофонға жазып алып, ең сонда Жеті Қаған дейтін біздің өзіміз баяғыда ұмытып кеткен үлкен шығарма сол Жүсіп Мамай арқылы қазақтың жаңағы алтын байлығы болып қосылды. Осындай керемет адам, адамзат тарихында аты бар сол Жүсіп Мамай ақсақалдың. Біз сол кісіменен жүздесіп, қол алысып, үйінде қонақ болып қайтқанбыз. Сол Жүсіп Мамай ары қарай жаңағы мына Іле Қазақ автономиялы облысының текесінде, Моңғол күресінде тағы бір бөлік қырғыздар бар. Тарбағатайда біраз қырғыздар бар. Міне сол Қытайда қырғыздарды қытайлар жаппай ұстап, түрмеге қамап, тұтқындап жатқан кезде біз дабыл қақтық. Қырғызстаннан қаншама қырғыздар келіп арыз берді. Тіпті сол Қырғызстанда туып өскен қырғыздар арыз берді. Қырғызстанға келіп, Қырғызстанның жарандығын, азаматтығын, граждандығын алғаны бар, алмағаны бар арыз берді. Оның бәрі біздің атажұрттың Facebook, YouTube, жаңағы Instagram, Twitter каналымызда тұр. Қырғыз бауырларымыздың видеолары. Сөйтіп қаншама қырғыздар шағымдану арқылы өздерінің Қытайда түрмеде отырған, ізім қайым жоқ болған аталмыш жаңағы политический перевоспитание дейді, жаңа саяси тәлім тәрбие орталығындағы туыстарын құтқарып қалды. Арыз берген қырғыздардың туысы дерлік жаңа түрмеден шықты, аталмыш саяси лагерден. Сонда мен қырғыз бауырларым жақсы көрем, сыйлайым. Мынау Қытайдың сұмдық сойқан сайтының ақпаратын қырғыз бауырларымыз ертерек білсе екен, осы мәселені көтерсе екен деймін. Бізде жаңағы сұмдық сойқан мақалаға, қазақтар туралы қорлаған мақалаға қазақтар бүгін дипломатиялық нота жолдады. Әлгінде ғана атышулы соқу сайты ол мақаланы өшіріпті. Ол өшірем, өшірмейм, ол маңызды емес. Маңыздысы Қазақстанның нота жолдауы. Бірақ өкініштісі, коронавирусты Алматыда Америкамен бірлескен қазақ лабораториясы жасады дегенде қазақтардың үнсіз қалуы ол үлкен қателік болды. Және Хухыңбау деген сұмырайдың жаңағы қазақтарды қорлайтын жазбасына тағы да осы соқу сайты, сина сайты жазғанда қазақтардың үнсіз қалуы ол да үлкен қателік болды. Және бұдан бұрын, осыдан 3 жыл бұрын осы жаңағы әлгінде қырғыздарды қорлаған Тутяу сайты Қазақстан ежелден Қытайдың жері еді. Ресей Чин династиясы, Тарбағатай келісімі, Ресей Чин династиясы, Іле келісімі дейтін келісімдерде сөйтіп жаңа Шар патшасы Царский Россия Балқаш көлін бізден тартып алды. Болмаса Балқаш көлінің шығысы, оңтүстігі тұтасымен біздің жер еді дейтін видео бар. Соны да бірінші болып аударып, біз осы қазақ тілді әлеуметтік желіге салған болатынбыз. Қазақтар оянайық, қырғыз бауырларым, сендер де ояныңдар. Түбі бір түркі түгел болайық. Мынау Қытай компартиясының имперлік пиғылына, Орта Азияға деген жалмауыз арам ниетіне, біздің ұлттық намысымызды таптамақшы болған, тамырымызды басып көрмекші болған, мемлекеттілігімізді, тәуелсіздігімізді мойындамайтын осындай сұмдық сұрқиялығына бірлесе отырып қарсы тұрайық. Сау болыңыздар. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.